Сәлеметсіздер ме, құрметті Айдар Қазалқалары. Мен Алматы облысы Балқаш ауданы Балтыбар ауылы номер 2 Жамбыл атындағы орта мектептің 9-шы А сынып оқушысы Алтынбек Даяна Дидарқызы. Бүгін мен сіздерге біздің мектепте ұйымдастырылып жатқан жақсылық керуені номинациясы бойынша жақсылық керуені қамқорлық пен мейірімділік жолында атты жобаны ұсынғым келеді. Жалпы біз бәріміз бір қоғамның мүшесіміз. Осы қоғамда азаматтар, қарттар, әсіресе оның ішінде балалар мейірімділік пен қамқорлыққа мұқтаж болып келеді. Ал кейбір қарт кісілер жалғыздықта өмір сүретін болса, ал кейбір балалар ата-аналарының қамқорлығынсыз өсіп келеді. Міне осындай адамдарға көмектесу ол біздің әлеуметтік жауапкершілігіміз болып табылады. Өзімнің сөзімді бастамас бұрын мына өлең жолдарын оқығым келеді. Қарттария, қолда бар атының қадірі жоқ, жапырағы жасыл тәмірі жоқ. Асқар тауын қамалғанда қарт үйіне, керегіне жүрегінің қанылы бол. Міне осы айта кеткендей, елімізде жалғызбасты өмір сүретін қарт адамдармен кішкентай ата-аналарының қамқорлығынсыз өсіп келе жатқан балалар мүлде жоқ болса екен деп тілеймін. Сол себепті осы жобамен жұмыс жасағым келген болады. Жалпы жобаның мақсаты ол қарт адамдар мен осы топтағы балаларға әлеуметтік, материалдық және де рухани тұрғыда көмек көрсету болып келеді. Келесі бізде жобаның аудиториясы қарт адамдар, оларға емделушілер, мүгедектер, тағы да басқа жалғызбасты өмір сүретін адамдар жатады. Ал осы топтағы балалар мүгедектер немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар болып табылады. Жалпы жобаның кезеңін 4 кезеңге бөліп алған болатынмын. Дайындық кезеңі, іс-шаралар кезеңі, насихаттау кезеңі және де нақты талдау кезеңі деп 4 топқа бөліп алған болатынмын. Жалпы осы ең бірінші ол бізде дайындық кезеңі. Біз дайындық кезеңде арнайы жоспар құрып аламыз, кімге көмектесеміз, қалай көмектесеміз, кімдердің көмегі арқылы көмектесетінімізді шешіп алатын боламыз. Ол үшін бұл өте үлкен жоба болғандықтан мен оны өзім жалғыз жасай алмаймын. Сондықтан мен оны мектептегі үлкен сынып оқушыларының көмегімен дөңгелек үстел жасаған болатынбыз. Ол дөңгелек үстеліне біз еріктілер тобын шақырдық. Сол еріктілер тобы арқылы арнайы тізім құрған болатынбыз. Ал сол арнайы тізімдегі заттарды алу үшін бізге ең алдымен ақша керек болатын. Ал ол ақшаны алу үшін біз екінші кезең іс-шаралар ұйымдастырған болатынбыз. Іс-шараларды ұйымдастыру үшін біз мектеп педагогы, әлеуметтік педагогы Мұсаева Күлерхан Өмірәліқызымен бірге ақылдасқан болатынбыз. Ол кісімен ақылдаса келе біз мектепте күзгі жәрмеңкелер, қайырымдылық акциялары жасаған болатынбыз. Сол жерде бізге қаражатқан осы топтағы балаларға көмектескен болатынбыз. Оларға киім-кешек, ойыншықтар, оқуға керекті құрал-жабдықтарын алып берген болатынбыз. Ал келесі бізде осы жалғызбасты тұратын ата-апаларға үйлеріне барып, ол кісінің суларын тартып беріп, ұлдарымыз отындарын бұртап, қыздар болып үйлерін жинап, ол кісіге көмектесіп, ақ батасын алып қайтқан болатынбыз. Жалпы жобаның тиімділігі ол қандай адамдарға көмектескеніміз, қалай көмектескеніміз, қандай қиындықтардың болғаны болып табылады. Және де соған қатысқан адамдардан кері байланыс алу. Тақырыптың өзектілігіне келетін болсақ, ол жерде бізде қарт адамдар көбінесе жалғыздықтан немесе осы әлеуметтік жағдайда оқшауда болып келеді, ал ол кісілерге көмектесу біздің парызымыз болып келеді. Келесі осал топтағы балалар, олардың әлеуметтік жағдайы аз болуы мүмкін, немесе олар ата-аналарының қамқорлығынсыз өмір сүруі мүмкін болып келеді. Келесі бізде қорытынды. Біз осы жоба аясында мектепте бірге болайық атты іс-шарасын ұйымдастырған болатынбыз. Ол іс-шарада біз мектепте үлкен оқушылармен ақылдаса келе үлкен концерттік жоба жасаған болатынбыз. Ол жерде біз осы бірге болайық атты акциясында біз қарт адамдар мен кішкентай балаларды шақырған болатынбыз. Ол жерде аталарымызға, апаларымызға, балаларға қазақтың ұмытылып бара жатқан салт-дәстүрлерін көрсетіп, соларды дәріптеген болатынбыз. Ол жерде бізде аталарымыз балаларға қамшы жасауды үйретсе, апаларымыз жұмбақтарды жасырып бірге ойнаған болатынбыз. Бұл акция соңында біз апаларымызбен, аталарымызбен бірге ән айтып, бірге көңіл көтерген болатынбыз. Енді жалпы айта кететін болсақ, жақсылық жасау адамгершіліктің қағидаттарының маңызды жобасы болып табылады. Біз әрбір осы басқа адамдарға көмектесе отырып, қайырымдылық жасай отырып, біз өзімізге үлкен үлес аламыз. Яғни әр адамға жақсылық жасайтын болсақ, біз түбінде үлкен бір жетістікке жетеміз. Қорытынды сөзбен айта кететін болсақ, жақсылық жасау, жақсылық ол сенің жүрегіңдегі шырақ. Сен оны өшіріп алма, оны басқалармен бөлісіп ал. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.